Мына бес сусын бауырды тазалайды. Сәлем, алдыңызда пайдалы кеңес арнасы. Алдымен лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын. Бауыр ағза ретінде де, адам ретінде де өте қадірлі. Екеуіне де өте жақсы қарауымыз керек. Бауыр адам ағзасындағы ең үлкен әрі маңызды мүше. Бауыр біздің өміріміз үшін жұмыс жасайды. Бауырдың саулығы бет бейнеміздің айнасы. Бауырыңыз сау болса, басқа ағзаларыңыз үшін қам жемесеңіз де болады. Бауыр шлакқа толса, май басады, цирроз пайда болады, әлсіздік билейді, бой күйіске бой алдырасыз, семіздік мазалайды, тері сұлулығын жоғалтасыз және көзіңіз қарауыта бастайды. Сондықтан да бауырдың саулығын сақтап, дұрыс жұмыс істеуін қадағалап, уақытында тазартып тұру керек. Бауырды түрлі әдіспен жуып тазартуға болады, ал біз қарапайым сусындармен жуу әдісін ұсынамыз. Сәбіз шырыны. Тамаша таңдау. Сәбізді шикідей жесеңіз де, шикі сәбіздің шырынын дайындап ішсеңіз де көмегі орасан мол. Егер сәбіз шырынына саумалдық шырынын араластырып ішсеңіз, бауырыңызды жаңа қалпына келтіре аласыз. Сәбіздің құрамындағы флавоноид, бета-каротин және А дәрумені сіздің ағзаңызға, әсіресе бауырға өте пайдалы. Көктен дайындалған сусын. Көктерге мыналар жатады: қырыққабат, саумалдылық, қызылша сабағы, салат жапырағы, аскөк пен ақжелкендер жатады. Осы көкөністерден салат дайындап жесеңіз болады, ал бірақ сусын әзірлеп ішсеңіз, бүкіл ағзаңыздың жұмысын жақсартады, бауырды тазалайды, емдейді, әрі саулығын ұзақ уақытқа сақтайды. Көк шай. Сіз бүкіл ағзаңызды улы заттан тазартып, зат алмасу жұмысын жандандырғыңыз келсе, алысқа көз тікпеңіз. Ас үйіңіздегі көк шай сіздің арманыңызды әп-сәтте орындайды. Көк шай улы заттарды жоятын антиоксидантқа бай. Бұл сусын майды ерітеді, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне бірнеше шыны қантсыз көк шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Ем кезінде кофе, қара шай, газдалған сусын, үзілді-кесілді бас тартыңыз. Куркума шайы. Куркума ас үйден орын алатын дәмдеуіш, сонымен қатар бауырдың саулығын жақсартатын жетімді дәрі. Таза, тегіс, жаңа, жас теріге ие болғыңыз келсе, бауырыңызды тазартыңыз. Ол үшін куркумадан шай әзірлеңіз. Дайындау әдісі қарапайым. 1 шай қасық ұнтақты 1 литр қайнаған суға салып, 10 минуттай баяу отта қайнатасыз. Оған аздап лимон шырыны мен шым-шым қара бұрыш араластырып ішіңіз. Цитрусты жеміс шырыны. С дәрумен мен антиоксидантқа бай цитрусты жемістер бауырды тез әрі тиянақты тазалайтын қасиетке ие. Сондықтан бұл жемістерді жиі жеңіз. Лимон, грейпфрут, апельсин, лайм сынды жемістердің ас мәзіріңізден түспеуін қадағалаңыз. Дүкендегі дайын шырынды алмаңыз. Оның орнына өзіңіз үйде арнайы аппараттың көмегімен ұнатқан жемісіңізден шырын дайындаңыз. Ең тиімдісі әрі пайдалысы лимон шырынын екенін ұмытпаңыз. Қызылша шырыны. Қызылша бауырдың айнымас досы десе артық айтпаймыз. Ол қан айналымын жақсартады, қанды тазалайды, нәтижесінде бауырдың жұмысы жеңілдеп, артық шлактан арылады. Егер қызылша шырынын, сәбіз шырынын, лимон, зімбір, насыбайгүл және немесе қарбыз шырындарымен араластырып ішсеңіз, барлық ағзаңызды аурудан сақтап, жалпы саулығыңызды жақсарта аласыз. Есіңізде болсын, ұсынылған сусынды күніне 3 рет 200 граммнан ішесіз. Емді 1 ай бойы үзбей жалғастырыңыз. Бауырыңыз ауырып жүрсе, алма шырынын, банан, авокадо, сұлы және гүлді қырыққабатты көбірек жеуіңізге кеңес беремін. Сіздерге менің кеңесім ұнаған болса және пайдаңызға жарап жатса, мен қуаныштымын. Алдағы уақытта сіздермен көп кеңестермен бөлісетін боламын. Ендеше лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.